Сәлем достар, бүгін түскі асқа тефтели картоп пюресімен әзірлейтін боламыз. Балаларға да, үлкендерге де ұнайтын тез әрі пайдалы ас болады. Ең алдымен сәбіз, жуа, болгар бұрышы, қызанақ қосып, қуырып, тұз, бұрыш, томат салып, су құйып қайнатамыз. Содан кейін тефтелиді дайындайтын боламыз. Ол үшін тартылған етке күріш, майдалап туралған жуа, тұз, бұрыш және жұмыртқаны қосып, араластырып, домалақтап, ұнға аунатып, дайын болған сорпамызға саламыз. Енді картоп пюресіне көшеміз. Бір үлкен ыдысқа су құйып, картошкамызды ашып, және де оны майдалап турап салып қайнатамыз. Піскен кезінде оны тексеріп көреміз. Ал сонымен қатар мынандай сложный гарнир қылып, бір ыдысқа қайнаған суға рашкидің кез келген түрін салып, оны да қайнатып алсаңыздар болады. Оған тұзын салып, бірге қайнатып, болғаннан кейін салқын сумен шайып аласыздар. Ал енді пюреге келетін болсақ, міне біздің картошкамыз пісіп тұр. Оның үстіне тұзын, сары май және де сүт қосамыз. Және де оны жақсылап езіп аламыз, яғни араластырып алғаннан кейін біздің пюреміз де дайын болады. Міне біздің пюреміз дайын. Енді барлығын әдемі тарелкеге салып, бетіне ас көкпен әсемдеп ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егерде видео ұнаса, лайк басып, комментарий жасай кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.